Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, тағы да міне біздегі енді мынау ақылды үй бұл, ақылды үй, ақылды замок болған, ақылды құлып болған. Білетін болсаңыздар, бізде корейстер келіп Хайбл деген үйді салып кеткен. Ол жерде действительно кірсеңдер, бәр нәрсеге дауыспен айтсаңыздар, жаңағындай дауыспен айтсаңыздар, бәр нәрсе ашылып, бәр нәрсе жасылып, су ағып, сондай жасайды. Мынау тура сол үй сыртқы видін көріп көріңіздер. Ені 4 метр, ұзындығы 11 метр. Общий площадка где-то примерно ішінде 32 квадрат қой. Ішін көрейік, ішінде бәр нәрсе бар. Бұған не керек енді? Сұрақтарымды мен кем болса, сұрақтарыңыз қойсаңыздар болады. Ненің асты комментарияға жазсаңыздар болады. Бұған тоқпен суға ғана келсе болды, тоқпен су келсе болды. Қысы жазы қыста жылтат, жазда салқындатады. Бұның өзінің, если қалаларда болса, канализацияға қосады. Если бұл негізі тұратын жерлерін мен сізге тағы бір видеолар қоямын, мына жерде осыларды көрсеңіздер, вот сондай жерлерде тұрады. Отдельно оған септик істесеңіздер де болады. Ішінде туалет, жататын жер, тамақ ішетін жер, бәр жер болады. Жүр ішін көрейік. Қазір біз бұл кілтпен ашып жатыр уақытша. Негізі бұл карточка болады и мына жерде пин-код болады. Кәдімгі гостиницадағындай. Мына карточка салатын жері мына жерде болады. Кәдімгі карточка салады, полный бәрі жасалынады. Өте керемет. Одан кейін өздеріңіз қалсаңыздар кресло қоясыздар. Кімнің өзіне қарай сол нәрсе жасалынады. Сосын мына төбе ашылады. Төбе ашыл деген кезде төбесі ашылады, бірақ орысша. Одан кейін перделер ашылады, сондай нәрсе болады. Мына жерде осылай демалыс орындарда бұл нәрсе жатады. Бұл бізде Бурабойға барса болады, осы Алматының тауларына ілсек болады. Одан кейін біздің жайлауларға ілсек болады. Мал көп бар ғой, атар жылқылар бар, сол жаққа өздерін осындай үйді сетіп қойса, вообще керемет болады. Одан кейін барып, енді қалаған жерге, бұны негізі, бұл қай жақтікі десеңіздер, біз өш жерде жинағамыз осының бәрін. Ол видеоларда бар, ол видеоларда көресіздер, өш жерде жинағамыз бәрін. Проекттің бәрін алып келіп, өш жерде жинап, құрып, осындай нәрсе жасап шығардық. Қараңыздар. Бұл біздің жаңағында жайлауда, тауда, бұлардың 4-5-еуін қойып, әдемілеп жасап қояды. Сосын қаладан адамдар демалысқа барып, өш жерде бала-шағасымен демалып, айқайлап, жайлауда сөйтіп жүреді. Сіздерде жайлауда тұрса, тауда тұрса, өш жерге отырып, көре отырасыз. Өзіңіздің келіншегіңізбен, жарыңызбен, болмаса тоқалыңызбен дегендей, болмаса любовыңызбен дегендей. Қалай кетті? Мына жерде әлі светтер орналастырмады. Қазір орналастырады. Светтерден жалғамады қазір. Мына жерде бет жуатын, қол жуатын жері, дәретханасы, одан кейін мына жерде шомылатын жері. Бәр нәрсе. Қазір свет қоспаған әлі. Осындай. Одан кейін мына жерде подсапкасы болады, қойылатын. Сосын мына жерде біреулер, мен арақта көргенде телевизор болады, мына уголоктары тұрады. Бізде как кухня ретінде өш жерде қолданса болады. Міне осындай бала-шағамен отырып, өте керемет жерде жақсы жерлерге қойып, осы нәрсені істетсе болады. Бағасын айтайын, бұны айтпашы. Бағасын, көп адамға бағасы қызығады ғой. Бағасы қанша деп сұрайтын шығар. Бұның бағасы қазіргі таңда 2023 жылғы үй, полный комплектация, крыша панорама, электросиденье десек болады, подогрев сиденье десек болады. Одан кейін барып кондер-мандер деген сияқты 23 жылғы ақылды үй, 38.000 доллар тұрады. 38.000 доллар тұрады. Енді біреулер, ол сізге ұнамаса, сіз көрмесеңіз де болады, біреуге жіберсеңіз болды.
сіз енді аламайтын мындай деген адамдарға айтатыным. Я 38 000 доллар тұрады, өз жерден алып кетеді. Барып біз қызметін жасаймыз, бір жылға дейін қарап береміз. Одан кейін өздері қарайды, бір жылға дейін жаңағы сервисі. Сосын өз жерден жаңағы алып кеткен несінің транспортировкасын оны өздері жасайды. Сондай ағайын. Ұнаса лайк басып, видеоларды жан-жақтарына таратуыңызды ұмытпаңыздар. Өздеріңіз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Жаңағы енді мен білем, ойбай осындай үйді мен не қыламын, қымбат 38 000 доллар деген сияқтылар. Жаза кетіңіздер өздеріңіз пікірлеріңізді. Көрейік, біз Алматы қаласы, біздің адресіміз Доспанова 55-56 десеңіздер, осы жерге келеді, осы үйді көресіздер. Доспанова 55 десеңіздер, Алматы қаласында табуға болады тугиспен. Жақсы, сау саламатта болыңыздар, бірге болайық. Жақсы, аман болайық.